Assalamu alaikum hürmetli halkım, elim, yukarı orgun başçıları, sizlerge bir ülke müracaat benen çıkıp atırman. Menin balam Merenbek, direktörümüz Şakarşa, sosyallık Şakarşa direktörü Abdjamilova, Amangül, komendantımız Bahtiyar tarafinden berilgen soğumlarga kötere almay, şıday almay, o janına kas kıldı. Men özüm Kazakstanda şumuz işlep jiredim. Balam uyda kalıp edi, uyga taslap ketip edim. Sol menin uyumdan balama şık dep azap berip, ağzına kelgen gaplerdi aytıp namısına tiygen. Namısına tiyeten sözlerdi aytıp balama azap berip, keşki saat 6 gana uydu bosatıp koyasan degenden keyin balam baratığın şeeri bolmaganlıktan o janına kas kılıp aytkan gaplerine şuday almay namıslı sözlerdi aytıp balamın namısına tiyetiğin. Balam o janına kas kıldı. O janına kas kılıp asılıp kaçıp oldu balam. Balamның артында келіншегі менен екі баласы қалды. Балама неше уақытлардан бері азап беріп, өз үйіне кіргізбей келіншегі менен жасамайсаң, егер жасайтұғын болсаң қаматып жіберемен деп, келіншегіне сені үйіңнен шығарып жіберемен, күйеуіңді кіргізетұғын болсаң деп, қақаратлы сөздерді айтып, көп уақытлардан бері азап беріп жүрді. Ene ақыр соңында баламның басына жетіп тынды. Балам 27 жасқа шықты. Мынау менің балам. Баламнан айырып отырған Абдjamilova Амангүл, комендантымыз Бақтиярдың қылған қылықларына, баламның өз-өзіне қол жұмсауға дейін итермелегеніне, сығылағын сонша қылған азап берген азапларынан баламның қайтыс болып асылып өлгеніне сілерден жәрдем сұраймын. Жоғарғы органлар, прокуратура, үлкен басшылардан hammasынан маған жәрдем беруіңізді сұранып қаламын. Балам ере жас еді. Артында 2 перзенті қалды, келіншегі қалды. Маған осындай азапларды беріп, менің қызым да бар үйімде. Қызымды екеуін үйге отырғызып келсем, неге үйлеріңізде отырасыздар, сілердің қызымның пропискасы жоқ деп, баламды сен бұл жерге ұлыма қатысың жоқ деп шығарып жіберіп отыр. Менің бала шағамның менен басқа ешкімі жоқ еді. Я туғанымыз, я туысқанымыз жоқ. Менен басқа баратұғын шерлері жоқ болса бала шағамның. Не үшін шешесінің үйінде отыра алмайды, өз анасының үйіне өзлері кіре алмайды. Қатты зұғымға шыдамай балам асылып өліп қалып отырыпты. Сілерден өтініш, ілтимас менің жәрдем беруіңізді сұранамын. Амангүл менен Бақтиярға шынайы жаза қолдануыңызды сұрап қаламын. Bastı mı?